орынды. Өйткені мысалы әке болғаннан кейін болашақта келіннің қызығын көргің келеді. Қолыңды жылы суға малып кәдімгідей шай құйып бергеннің өзі, ол да бір кәдімгі осы жылға дейін ұлын өсіріп, енді осы қызықты көрсем екен деп өсіріп келе жатыр ғой ол да. Ал қазір мысалы сендер әрине бір-біріңе ғашықсыңдар, жассыңдар, бірақ енді дегенменен ол кісілердің де сіңірген еңбегі бар ғой. Осы мәселе, менің ойымша, осы мәселеде қазіргі әңгімеде мен кішкене бейтарап тұрғын ұстасам да, Еркебұланды ерекше түсініп отырмын. Еркебұлан, сонда талап, әке-шешеңнің талабы қалай да болса сендер алдағы уақытта отбасын құрғаннан кейін бізбен бірге тұрасыңдар. Және де егер қалаға кетем десеңдер, бірақ қана шарт бар деп айтыпты. Жарнама кезінде сөйлестік. Ол ортаға сәби келгеннен кейін дүниеге, онда балаларыңды бізге беріңдер де, өздерің қайда кетсеңдер онда кетіңдер. Дұрыс қой, иә? Иә, ондай да болды. Сондай талап бар. Және бұл орынды, өйткені бұл дәстүр де бар қазақтарда. Осы тұста менің ойымша қазір басынан бастап бәрін шешіп алған жөн. Жанерке, айтарың бар ма? Менің? Мен де соны айтып отырмын ғой. Енді Еркебұланмен енді ұнатқан соң, енді жақсы көрген соң келісесің ғой, мен де айттым ғой. Келісемін. Негізі жақсысы солай деген сияқты ата-анамның айтқанын айтып отырмын. Негізі, иә, мен енді келсем, 1-2 жыл тұрған деген оның бәрі дұрыс нәрсе. Алматыда енді бізде кішкене ақымақтықпен сұраған шығармыз. Мүмкін үйленіп 1-2 жыл тұрайық деген. Біз ар жағын ойламаған болуымыз мүмкін. Ата-анасы енді үлкен кісілер ғой, біледі ғой. Және де бұл тұста айта кетерім, жалпы қазақтың қызын әу баста қазақтар жарт жұрттікі деп тәрбиелеген ғой, қонақ деп тәрбиелеген қызды. Және де ақылды, есті ата-ана қызын болашақ келін болған кезде сен бақытты болу үшін бармайсың, сен сол отбасыны бақытты қылу үшін бара жатсың деп тәрбиелеген. Және де менің ойымша, ол мысалы Еркебұланды жақсы көрсең, оның ата-анасын да жақсы көруің керексің. Және де ол кісілердің бақытты болуын қаласың, онда қасында болып бақытты қылмасқа неге? Мысалы Еркебұланның енді ата-анасы жастау адамдар болса, бізді де түсінетін шығар деп ойлаймын. Кішкене мен мысалы расымен де Еркебұланның енді болашақ ұрпақ Еркебұлан жағына болады ғой, тек барлығы. Біз мысалы болашақ ұрпақ үшін, өзіміздің өркендеуіміз үшін жақсы жағына қарай жұмыс жасасақ, біз онда басқа бұзылайық деп атқан жоқпыз ғой. Жақсы жаққа қарай өздеріңіз сияқты бір үлкен қалада бір бірдеңеге жеткің келеді, тұлға болып өз орныңды қойғың келеді. Ондайға жас адамдар қарсы болмайды дейміз. Қанша жыл жүреді дейсің? Мысалы, көп жыл жүреді деп жатқан жоқпыз. Біраз жыл еңбек еткеннен әрине біз қара шаңырақ қой. Мен оны өмір бойы бірге тұруға ата-анасымен қарсы емеспін. Керемет. Керемет. Жалпы бұл жерде ортақ бір тоғысу нүктесіне келген сияқтымыз. Және де Еркебұлан, Жанерке қарсы емес. Жарайды, егер де мысалы отбасын құрып жатсақ, ата-анаңмен бірге тұрам деп жатыр, және дұрыс жауап беріп жатыр. Қалай? Көңілінен шығып жатыр? Мен неде болғанда, үйдегілермен болғанда, екеуміз сөйлестік. Сол моменттерде ұрсып та үлгердік екеуміз. Сөздің ашыға керек. Сонда бір-бірімізге хабарласпай, сосын Жанерке маған звондады, сосын сөйлестік екеуміз. Сосын мен айттым, осындай ата-анамызбен бірге тұратын болдық деп. Сосын мен оған айттым, сен ойлан дедім. Бұл енді үлкен қадам ғой. Біз қыз бен жігіт болып жүргеннен кейін, мысалы, ұрсамыз, татуласамыз, ертең үйленгеннен кейін, мысалы, ұрсып қалсақ, оны бүкіл ел біледі. Өйткені біз отбасымыз. Сондықтан сондай әңгімелер болмасын деп, ертең ананың келіні кетіп қалды деп, сондай сөздер кетіп қалмасын деп туыстардың арасында. Өйткені ондай сөздер көп болды да, мысалы, басқа туыстар мысалы айтады ғой, мысалы, ананың келіні кетіп қалыпты, қайтып кетті. Жаман атаққа ие болғың келмейді. Жаман атаққа. Отбасының атына келеді кірді. Ата-анам атына да мысалы өзімнің